Сәлем достар, бүгін пайдалы таңғы ас жасаймын. Ол үшін лавашты осылай жайып, қайнаған 2 жұмыртқа, қызанақ, капуста салаты, сыр, тұз, бұрыш және де қаймақ қосып, өздеріңіз қалаған басқа да көкөністерді қоссаңыздар болады, қияр сияқты. Мен тек осыларды қостым. Сосын донер сияқты орап, қызып тұрған табада 2 бетін аунатып, қытырлақ болғанша қыздырып аламыз. Тойымды, дәмді, пайдалы таңғы ас дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деп үміттенемін. Келесі кездескенше достар.